Құдай-ай, алматылықтар бір жақсы әкімге жармай кетті. Досайыптың түрі болса мынау, бірақ Алматының полицейлері мықты екен. Ит мысықпен сөйлесе алады екен. Тіпті оларға ескерту бере алатын көрінеді. Проводан басты білеме ма? Бәрі білет уже деген тоздырдық. Микрофон беріңіздер. Бұл жағдай бойынша ескерту берілген, кісі айтып жатыр, әкімшілік хаттама толтырылған, бірақ айтып отыр, әкімшілік хаттама толтырылған иттермен сөйлесіп, ит мысықтармен одасын ескерту бергенбіз ғой. Иттермен сөйлесіп, ит мысықтармен одасын ескерту бергенбіз ғой. Күлсеңіздер де, жыласаңыздар да өз еріктеріңіз. Бірақ мына ұнамаса көшіп кет деп аты шыққан қорғаныс министрінің қазақшасы сөзсіз жылатады. Бір елдің қорғаныс саласына жауапты министр қазақ тілін мазақ тілге айналдырып жіберді. 30-ды өтсіз дейді екен. Атап өтеміз деген сөзді атам өтеміз деп қарап тұр. Егеменді еліміз деген сөзді де жөнді айта алмайды. Құдай сіздерге сабыр берсін. Қане, көріп шығыңыз. 4-ші тамызда ел тарихында ерекше орын алатын күндерді бірі Қазақстан Республикасының Конституциясы күнін атам өтеміз. Бұл күн егеменді еліміздің әрбір азаматы үшін айтылу мереке болатын табылады. Министрге қарағанда депутат тілектес Адамбековке бек риза боласың. Қытайда оқып білім алған жас депутат қытайшаңды да, қазақшаңды да, орысшаңды да сойып тұр. Мәселе тілде емес, жол салып жатқан компания басшыларын орнына қойыпты. Жұмысшылардың жалақысын уақытылы бермеген көрінеді. Соған ашуланған Адамбеков қытайлардың әкесіне танытты. Мен бұлау жол салынғанша сіздерден қалмаймын. Түсіңізге кіремін. Мен қалай айттым, солай істесеңіздер. Мен де ризамын, сіздер ризасыздар, қарапайым жұмыскерлер риза. Пусть они работникам, пусть они со своего кармана платят сначала работникам, а причем потом свою зарплату получают. Вы свою зарплату потом получите на месяц позже. Но вы платите тем работникам, которые сюда приезжают. Вы представьте, они откуда приезжают? Адамдардың тұрмыс жағдайын тексеру. Ол бір тамағы, тұратын жері, одан кейін айлығын уақытылы алу. 他们说7月份的工资还没发呢，好像是你们还没签呢。签份工资，签份工资，签还没给他们付啊。如果我们会尽快跟他们一块解决这个问题。什么时候？对，现在没得。什么时候？告诉我时间。一周内。我估计天天在那天。行，有点多了。我这个一个周的话，时间长了。他估计7月份已经过了呢，还有什么？有提前要付。要不你们先发工资，要让他们先发工资，让他们花自己的钱发工资。Депутат деген осындай мінезді болса ғой шіркін. Кейде қырғыз депутаттарына қайран қаласың. Парламентте қырғын талас тартысқа түсіп, заң жобаларын талқылайды. Министрлердің екі аяғын бір етікке тығып тастайды. Тіпті КМБ-ның бастығымен ерегеседі. Мәселен, Қырғызстанның КМБ басшысы Камчыбек Ташиев пен депутат Адахан Мадумаров арасындағы мына текетіреске қараңыз. Сұмдық енді. Бір-бірін ашық айыптап жатыр, шошисың. Gömgön ekensingler, görüngön getem. Переворот кылыштын алдында өзүң жок болосуң. Men Ак үйдөн секирген эмесмин переворот кылам деп. Мен конституциядан чыккан эмесмин. Переворотты силер кылгансыңар, силер жооп бересиңер. Сен да жооп бересиң. Депутат Мадумаровго мен ушул жерден ачык айтып коюшум керек. Ушул аракеттериңизди токтотпосоңуз, биз дагы сиз жөнүндө контрабанданын ташыган адамдарды кандай прикрывать этип, үстүнөн киреше болуп атканыңызды биз дагы маалыматты ачык айтабыз. Так, айтабыз. Қолым түшілікті. Успокойтесь. Азыр айтам. Посидите. Мұндай жағдайдың біздің елде қайталануы мүмкін емес ау. Депутаттарымыз сен тимеде мен тиме бадырақ көздеп отыра береді. Министрлер болса журналистерден қашып зытқанды жақсы көреді.